Құрметті әріптестер, құрметті оқырмандар. Кенесары Қасымұлының 220 жылдығына орай ұлт-азаттық көтерілістің көсемі атты танымды сағатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Кенесары Қасымұлы мемлекет қайраткері, әскери қолбасшы, қазақ халқының 1837-1847 жылғы ұлт-азаттық қозғалысының көсемі, қазақ халқының соңғы ханы, атақты Шыңғыс ханның 27-ші ұрпағы, Абылай ханның немересі. Ол өзінің тегі жағынан төре тұқымынан 1802 жылы Көкшетау өңірінде дүниеге келген. Ордасын Көкшетаудағы тіккен Абылай ханның 30 ұлы болған. Абылай ханның әйелі Қалмақ ханның Қалқан Сереннің туысы, Хошу Мерген Ноянның қызы Топыш ханымнан Қамбар мен Қасым сұлтан туады. Кенесары Қасым сұлтанның бәйбішесі Айкүмістен Сержан, Есенгелді, Көшек, Ағатай, Бопай мен бірге 6 ағайынды болып туылған. Ал Кенесарының інісі Наурызбай Қасым сұлтанның 2-ші әйелінен өмірге келген. Кенесары Қасымұлы өзге бауырлары секілді көшпелі әскери ақсүйектер қауымының дәстүріне сай жастайынан шабандоз, ұшы қиырсыз даланың қатал табиғатына шыныққан, қиындыққа төзімді болып тәрбиеленеді. Жеке басының ерлік қасиеті, бірбеттілігі, алға қойған мақсатына жету жолындағы қайсарлығы мен дүлей күшті жігері оның жетекшілік қабілетін айналастыра ерекше мойындатқан. Тарихта Кенесары хан парасатты әмірші, әскери өнерді жетік меңгерген қолбасшы, жауынгер батыр ғана емес, ғажайып дипломат, данагөй де болған тарихи тұлға. Сол кездегі отыраушы орыс мемлекеті қазақтарға қарсы Хиуа қахандық қырғыздарды айдап салса, қырғыздар орта жүзде ұлы жүзді қарсы қоюға жанталасып, Хиуа есеп батырды Жанқожаға, Жанқожаны Кенесарыға қарсы қоюға тырысты. Патша үкіметі болса, сатқын сұлтандарды Кенесары ханның соңына салып қойды. Осындай аласапыран заман туса да, Кенесары хан жеке басының қамынан елінің біртұтастығы мүддесін жоғары қойды. Тапқырлығы мен талай қиын мәселелерінің түйінін шешті. Сатқындыққа, әділетсіздікке, мейірімсіздікке қатал қарап, қатты қаһарлана да парасаттылық таныта тұста ашуын алғырға жеңдіре де білді. Азаттық үшін шайқаста Кенесары хан қырғыз манаптарының өзіне бағынуын талап етті. Алайда патша әкімдерімен құпия байланыста тұрған қырғыздар оған мойын сұнбады. Кенесары хан оларға шабуыл жасады. Өз жастықтарының опасының салдарынан Кенесары мен Наурызбай дұшпандарының қолына түседі. 1847 жылы Кенесары хан Қырғызстанның Жетіжал жотасының оңтүстік алабында Кекілдік Сеңгір аңғарында осылайша айуандықпен өлтіріледі. Жаулары ханның басын кесіп алып, орыс әкімдігіне жіберіп, князь Горчаков Кенесарының басын Батыс Сібір бас басқармасының Кенесары бүлігі туралы іске қосып сақтауға бұйрық береді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.